ақыретке сенген адам, шынайы Аллаға шүкір етем деген адамның сумен қарым қатынастағы ең пайдалы тұсы қайсы десеңіздер, ол Алла тағаланың үйреткен дәрет алуы. Басқа адамзаттарда ол жоқ. Басқасында бірдей. Біреу ішіп жатыр, жуып жатыр, жаңағында неше түрлі шырындар жасап жатыр, онымен қосып, әртүрлі нәрселерді пайдаланып жатыр. Бақшасын суарып жатыр, әйтеуір ортақ нәрселер бар да. Бірақ іштерінде қарап тұрсаңыз, тазартушы деген мағына үшін айтып жатқаным ғой. Дәретсіздік деген күйді жаратқан Алла Тағала. Оны дәреттен басқа нәрсеге кетіре алмайды. Оны алып қана Алла Тағаламен қасиетті мінәжатқа кіре аласыз. Сондай-ақ сол жуылған орындар, дәрет алған кезде жуылған орындар, қиямет күні кейінгі үмбетіңізді қалай танисыз? Аллахтың елшісі деп сұраған кезде, танимын белгілерінен дейді. Сендер ана аттарды білесіңдер ма дейді. Маңдайы ағарып тұратын, аяқтары, сирақтары ағарып тұратын, ақтықтары бар аттар. Дәл солай үмбетім солай жарқырап тұрады дейді. Дәреттің өзінің жаңағы үлкен мағынасы бар да. Үлкен ғибадат, Алла Тағаланы құрметтеуге үйрететін, Алламен мінәжатқа, жан дүниеңді сондай бір қастермен кіргізетін да. Дәреттің өзін алып атқан кезіңіздің өзінде жаңағы асықпай сөйтіп алуға шамамыз келгенше істеу керек. Асыққан кездерде болмаса енді жалпы жаңағыны кәдімгідей құрметтеп, өйткені Алладан келген хабар ғой бұл. Алладан келген хабар. Соқтан соны жуып атқан кезіңізде, міне бұл ақыретке сенбейтіндерде бұл нәрсе жоқ. Судың мүмкін ең жақсы көретін нәрсесі осы шығар өзі. Өйткені